Алматыда Қазақстан оқу-ағарту саласының жарқын ғұламасы, еліміздің руханияты мен мәдениетіне зор үлес қосқан көрнекті ғалым әдебиеттанушы Шамғали Сарыбаевтың туғанына 130 жыл толуына орай арнайы іс-шара ұйымдастырылды. Шараға Қазақстан Республикасы президентінің кеңесшісі Мәлік Отарбаев, Алматы қаласының әкімі Ерболат Досаев, Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университетінің басқарма төрағасы ректоры Жансейіт Түймебаев, дипломат Азия кеңесінің бас хатшысы Қайрат Сарыбай, Қазақстан Республикасының ұлттық ғылым академиясының академигі Мұрат Жұрынов, Құрманғазы атындағы Қазақ ұлттық консерваториясының ректоры Арман Жүдебаев, Қазақстан Республикасының еңбек сіңірген қайраткері Роза Рымбаева, зиялы қауым өкілдері, қазақ эстрадасының жұлдыздары, мемлекет және қоғам қайраткерлері Шамғали Сарыбаевтың ұрпақтары жиналды. Кездесуде мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаевтың құттықтау хатын Қазақстан Республикасы президентінің кеңесшісі Мәлік Отарбаев оқып берді. Шамғали Сарыбаев ұлт руханиятын дамытуға зор үлес қосқан ғибратты ғалым, ұлағатты ұстаз. Ол қазақ тілі мен әдебиеттану ғылымын жаңа белеске көтерді. Көптеген сүбелі ғылыми еңбектер жазып, ана тіліміздің тынысын ашып, көкжиегін кеңейтті. Халық ауыз әдебиеті мен айтыс өнерін зерделеп, төл мәдениетімізді дәріптеу жолында аянбай еңбек етті. Қайраткер ұстаздың жолын жалғастырған академик Шора Шамғалиұлының, ұлттық музыка аспаптарын зерттеумен айналысқан профессор Болат Шамғалиұлының және ұлттық өнерімізге жаңа леп алып келген Талғат Болатұлының еселі еңбектері де халық жадында мәңгілікке қалатыны анық. Бас қосуда Шамғали Сарыбаев туралы ғұлама атты деректі фильмі көрсетілді. Өзінің ана тілімен жазуын әрі өз халқын қорғағандардың бірі көрнекті ғалым, лингвист, педагог Шамғали Харесұлы Сарыбаев болды. Кейін Қазақстан Республикасының ұлттық ғылым академиясының академигі профессор Шора Сарыбаев, қазақ ұлттық музыка аспаптарын зерттеуші профессор Болат Сарыбаев пен танымал сазгер, композитор Талғат Сарыбаевтың құрметіне орнатылған мемориалдық тақтаның ашылу рәсімі өтті. Ескерткіш белгі Абылайхан даңғылы бойындағы нөмірі 113 үйдің қабырғасына орнатылды. Бұл үйде Шора Сарыбаев 1968 жылдан бастап 2018 жылға дейін, Болат Сарыбаев 1972-1984 жылдар аралығында және Талғат Сарыбаев 1972 жылдан 2003 жылға дейін тұрған. Ашылу рәсімінде Алматы қаласының әкімі Ерболат Досаев сөз сөйлеп, Шора, Болат және Талғат Сарыбаевтар өз ісіне адал, әдебиет пен музыка өнерінің дамуына сүбелі үлес қосқан нағыз мамандар екенін атап өтті. Шора Шамғалиұлы көрнекті ғалым, жас тәлімгердің ұлғы алатын тұлға ретінде белгілі. Ардақты ағамыз 200-ден астам ғылыми мақалалар мен оқулықтар, монографиялардың авторы атанды. Елімізде ғана емес, шетелде кеңінен танылды. Болат Шамғалиұлы халқымыздың көне музыкалық аспаптары мен дәстүрлі қазақ музыка мәдениеттерінің жандануына ерекше үлесін қосқан еді. Өнер қайраткерінің жұмыстарының арқасында ұмыт бола бастаған төл өнеріміз қайта жаңғырды. Талғат Болатұлы әйгілі гүлдер мен арай ансамблінің жетекшісі болды. Керемет ұйымдастырушы бола отырып, халық өнерінің бүкіл циклін өтті. Өз кезегінде сөз алған Қазақстан Республикасының ұлттық ғылым академиясының академигі Мұрат Жұрынов, ұлтқа қызмет еткен тұлғаларымыздың еңбектерін дәріптеп, насихаттау бүгінгі жастардың парыз екенін баса айтты. Сондай-ақ жиында Шамғали Харесұлының шәкірттері, Шора Сарыбаевтың замандастары, қазақ эстрадасының жұлдызы Роза Рымбаева, Азия кеңесінің бас хатшысы Қайрат Сарыбаев сөз сөйлеп, естеліктермен бөлісті. Талғат менің өмірімдегі музыкант ретінде, композитор ретінде, тәрбиелеуші ретінде бірінші орында тұрады. Мен 50 жылға жақын сахнада жүрмін. Сол 50 жыл бойы Талғаттың әндерін орындап келем. Енді жағдай болса, өмірімнің аяғына дейін орындаймын. Себебі Талғаттың әндеріменен мен өзім өсемін, және де менің тыңдарманым өседі. Бұл үйде біздің отбасымыз сонау 1968 жылдан бастап тұрады. Біз бірінші Мөлтек ауданынан көшіп келдік. Осы жерде шаңырақ көтергенде мына үйдің руханияты өзі мол екен. Бұл үйде ұлы композиторлар Ахмет Жұбанов,
және қызы Ғазиза Жұбанова мен жұбайы театр өнерпазы Әзербайжан Мәмбетов, ғұлама ғалымдар Нығмет Сауранбаев пен Зейнолла Қабдолов, Күміскөме Ермек Серкебаев, қаламгер Жұмағали Исмағұлов, радио мен теледидар саласының басшысы Хамид Қасенов, міне оның тақтасы біздің әулеттің тұлғаларының тақтасының қасында. Сондай-ақ партия қызметкерлер біздің өзіміздің жақын көршіміз ұрпақтары бүгінгі шараға қатысып отыр. Сейітжан Пәлімбетов кезінде Гурьев облысында бірінші хатшы болған. Василий Левенцов біздің қабырғамыз ортақ болатын, ол Ақтөбе облысының бірінші хатшысы болған. Және де талай аты аталмай тұрған жақсы тұлғалар осы үйде тұрған, сол тұлғалардың ұрпағымен біз бірге өскен болатынбыз.